Баршаңызға сәлем. Бүгін біз қуырдақ дайындаймыз. Бірінші алдымен қазанға 100 мл растительное масло құйып аламыз. Пісте май. Кейіннен өзіңіз таңдаған ет, сиыр немесе қой немесе жылқының етін таңдап, оған міндетті түрде сүйектерді қосып қуырамыз. Жақсылап бір 15 минут қуырғаннан кейін осылай қуырамыз. Және оған қуырып болғаннан кейін кішкентай томатная паста немесе үйде өзіңіз жазда дайындаған қызылды қоссаңыз болады. Оған 2 қасықтай столовый ложка қоссаңыз жетеді. Соны қосып тағы да араластырамыз. Және бұны араластырып болғаннан кейін пияз қосамыз. Оған бір үлкен пиязды немесе орташа пиязды өзіңіз таңдауыңыз бойынша қоссаңыз болады. Пиязды қатты қуырып 10-15 минуттай қуырамыз. Қанша көп қуырсаңыз, сонша тағам тәмді болады. Осылай қуырып аламыз. Ол еттердің түсі сары золотистый түсте болғаны, алтын түстес болғанда өте дәмді болып шығады. Қанша көп қуырсаңыз, сонша дәмді болып шығады. Осылай араластыра отыра қуырамыз. Ана жерде видеода көріп тұрғандай сокі шығып тұр. Және өзіңіздің қалауыңыз бойынша оған дәмдеуіштер қосасыз. Мен ең көп жиі қолданатын ол универсальный приправа болады. Болмаса сіз қуырдаққа арнайы приправаны қолдансаңыз болады. Және по вкусу 1 столовый ложка тұзды қосамыз. Және оны тағы қуырып томиться етуіне уақыт береміз. Біздің үйдегілер тамақты өте тұзды көп қосып жеген жақсы көреді. Сол үшін өзіңіздің таңдауыңыз бойынша қоса беріңіз. Осылай қатты қуырамыз. Және оны қуырып болғаннан кейін үстіне картошка. Мен алдын ала дайындап қойған картошкаларды осындай қас немен турасаңыз өте әдемі болып шығады. Және оны турап картошканы салғаннан кейін үстінен су құямыз, картошка бататындай. Үстіне капустамен жауып қоямыз. И оны 1 сағат немесе 1,5 сағат пісіреміз. Және дастарханымызға қойсақ болады. Астарыңыз дәмді.